Қазақстанға инвестор болып келген қытайлар қазақтарға не үшін мұрнын шүйре қарайды? Бар кінә өзімізде екен. Жәлел Құтжан дейтін Қытайдан оралған бір бауырымыздың басынан өткен мына бір оқиғасын баяндайық. Сонда бәрін түсінесіз. Үлкен бір қытайлық компания басшысының аудармашысы ретінде Қазақстанға келдім. Мұнда жұмыс істейтін жергілікті ағайындар көп екен, бірақ олардың бәрі дерлік қара жұмыстарда төменгі жалақымен жұмыс істейді екен. Уақыт өте келе мен басшылардың жергілікті ұлт өкілдеріне, яғни қазақ бауырларыма өте дөрекілік танытатындарын аңғардым. Оларға аз жалақы төлейтіндеріне қарамастан артық уақыт жұмыс істеуге және ауыр жұмыстарды атқаруға мәжбүрлейді екен. Онымен қоймай айғайлап, ұрсып сөйлеп, өз тілдерінде балағаттап жатады. Оқыған сауатты үлкен басшының қарым-қатынасы да сондай. Көлікте келе жатқанда да менің көзімше жүргізушіге болмашы нәрселер үшін зекіп сөйлеп, дөрекілік көрсетіп отырады. Менің қолымнан келер қайран жоқ, тек іштей қынжылып отырамын. Егер оған сәл ғана наразылығымды білдірсем, ол сол күні-ақ мені Қытайға қайтарып жіберетінін білемін. Одан кейін менің ол елде қайтып жұмыс тауып істеуім қиын болып қалады. Осылай іштен тынып жүре бердім, амалсыз. Бір күні көлікте жүргізушімен үшеуміз ғана келе жатқанымызда бастығым маған бұрылып бір қарады да кенеттен әңгіме бастады. Сен біздің бұл елдің халқын неге төмен санап жек көретінімізді білесің бе? Деді. Мен білмеймін деп жай ғана жауап бердім. Ол ары қарай сөзін жалғастырып сөйлеп кетті. Мен көп елдерде жұмыс істедім. Соның ішінде араб елдерінде де жұмыс атқардым. Ол елде жергілікті тұрғындар бізде жұмыс істемейді. Есесіне біздің әрбір жұмыс орнымызда олардың бір-бір адамы бақылаушы есебінде тіркеліп тұрады. Біздің барлық атқарған жұмыстарымыз сол адамның қол қоюынсыз бекітілмейді. Ал ол адам еш уақытта келіп бізбен бірге жұмыста отырмайды. Оған телефон соғып хабарласа алмаймыз. Олар ешқашан бізден пара алмайды. Орындалған жұмыстарға қол қойдыру үшін біздер ол адамның жолын тосамыз, соңынан қалмаймыз. Мейрамхана немесе қонақ үйге тоқтайтын кездерін күтеміз. Сөйтіп шығып келе жатқан уақытын тосып, тоқтаса қол қойдырып аламыз. Кейде бізге қайырылмай көлігіне отырып кетіп қалып, қаладан ондаған шақырым жердегі тұрақ жайларына дейін соңынан еріп баратын кездеріміз көп болатын. Сонда барып тоқтап, көлігінен түсіп үйіне кіргенше қолын қойдырып алуға үлгеруге тырысатынбыз. Сол үшін біз олардың елінде, халқында, ұлтында сыйлауға мәжбүр болдық. Ал мұнда бәрі басқаша. Ең алдымен үлкен басшылар осында келісімізбен біздің барлық жағдайымызды жасауға уәде беріп, үлкен мөлшерде пара алады. Ал одан кейінгі басшылары өздері осында келіп, ешқандай мағлұматтардың нақтылығын анықтамастан біздің қағаздарымызға қол қойып, парасын алып кетеді. Біздегі жұмыс істеп жатқан адамдардың жағдайы ешқайсысын қызықтырмайды да, ол жайында сұрамайды да. Ал халқы өз жерінде тұрып, өз байлығын өндіріп отырып, осындай төмендетушілікке, кемсітушілікке мойынсынып тіршілік етеді. Сондықтан біздер олармен тек осындай ғана қарым-қатынаста боламыз. Мен сенің ұлтың үшін күйініп, жаның ауырып, қынжылатыныңды білемін, бірақ біз мұндай елді, мұндай ұлтты сыйлай да құрметтей алмаймыз. Басқаларда солай жасар еді. Сондықтан сен қолыңнан келсе оларға осыны түсіндіріп көр, деді. Мен сонда ғана бұл елдің қандай ауыр халде екенін түсінгендей болдым. Біздер сыртта жүріп, айдаһардың аузының алдында өмір сүріп отырып, мұндай төмен халде емеспіз. Сіздер сол айдаһардың өңешінде әрі қарай жұтылып кететіндей жағдайда тұр екенсіздер. Ертерек естеріңізді жиыңыздар. Біз сіздер үшін уайымдаймыз, алаңдаймыз. Мінеки ақиқаты сол. Іштен шыққан жау жаман демекші, ақша үшін арын сатып жіберетін намыссыз басшысы мақтар, ақша үшін өз бауырларын осылай Қытайға жығып беріп жатыр. Сөйтіп, сырттан келген келімсектер басымызға әңгір таяқ ойнатып жатыр. Бұл қашанға дейін жалғасады? Белгісіз. Сосын көп қазақтың бойын Қытай фобия билеп алған. Тап-таза үрей. Олар басып кіреді, таптап өтеді деп көршіні әлдеқандай етіп көрсетеді. Қытай әлемді жаулайды деген қате түсінік көп адамды алжастыруда. Тарихта өзінен 40 есе аз ғұндардан жеңілген Қытай қалай әлемді жауласын? 5000 жылдық тарихтағы тек хан, Сүй, Хун, Мин сияқты патшалықтар ғана Қытайдікі. Қалғаны көшпенді аңшы халықтардың Қытайды жаулап алуынан құрылған. Күлтегін тасындағы Табғашта Қытайды билеген көшпенді ел болатын. Моңғолдар
90 миллионнан аса Қытайды қырғынға ұшыратқан